Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Перизат Қуатқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына зер салыңыз. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен кеңесте ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған ғимараттар мәселесі қаралды. Алты құрлықты жалмаған індет күшеюде, ал вируспен күресуде дәрі-дәрмектің маңызы зор. Сондықтан әкім орынбасары Дәулет Кәрібек инфекциялық стационарлар, дәріхана мен фармация қоймаларын аралап, қордың жеткілікті екендігіне көз жеткізді. Жол көлік апаттары жиілеп кетті. Тағы бір жан түршігерлік оқиға шаһар көшелерінің бірінде орын алды. Токиодағы олимпиададан олжалы оралған Елдос Сметовті әулиеаталықтар ыстық ықыласпен қарсы алды. Спорт шеберіне қолдау білдірушілердің көлік сыйлағаны рас па? Бұл туралы толығырақ мен, Айгүл Пірәлиева, алдағы уақыттарда айтатын болам. Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңесте коммуналдық ұйымдар және оларды оңтайландыру мәселесі, коммуналдық ұйымдардың жағдайы және жеке меншікке сатылып кеткен пайдаланылмай отырған ғимараттар мәселесін шешу барысы қаралды. Қаржы басқармасы басшысының айтуынша 2020 жылдың қаржы шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 63 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның 58-і жылды оң нәтижемен аяқтап, жалпы сомасы 721 миллион теңге сомасында таза кіріспен шыққан. Өткен жылмен салыстырғанда таза табыс мөлшері 378,8 миллион теңгеге көбейген. Жалпы шығынға ұшыратқандар саны 5 ұйым. Жалпы 930 миллион теңге сомасында шығынмен аяқтаған. Бұл коммуналдық меншік ұйымдарының жалпы санының 8%-ын құрап отыр. 2020 жылғы қаржы шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 15 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 14-і жалпы сомасы 18 миллион теңге сомасында кіріспен аяқтаған. Тек Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылды 318 миллион теңге шығынмен аяқтаған. 2019 жылмен салыстырғанда шығыны 249 миллион теңгеге көбейді. Жиында қаралған келесі мәселе жекешелендіру болды. Жекешелендірудің негізгі мақсаты мемлекеттің қатысуы бар ұйымдарды бәсекелес ортаға беру және мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту болып табылады. Жамбыл облысы бойынша жекешелендірудің 4 жылға арналған кешенді жоспары жалпы орындалған. Қазіргі таңда тек іске асырылмаған Тараз қаласы әкімдігінің Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып отыр. Негізгі біздің мақсатымыз біріншіден сол коммуналдық меншіктегі нысандарды, ғимараттарды тиімді пайдалану. Екіншіден, олардың жекешелендіруі, жеке меншікке беру, сенімді басқаруға беру. Сол сенімді басқаруға, жеке меншікке берген кездегі түсетін бюджетке түсімдер жөнінен. Тараз қаласы, Жамбыл, Байзақ, Талас, Меркі аудандарында анықталған бос ғимараттарға қатысты шара қабылдап, жарамсыз ғимараттарды мемлекеттің меншігіне шығарып, бұзу жұмыстарын жүргізу жөнінде тапсырма берілген болатын. Жиын соңында тапсырмалар қалай орындалған жөнінде аймақ басшысы танысып шықты. Нәтижесінде ондағы нысандар сатылып, қазіргі таңда коммуналдық меншікте пайдаланып отырғаны мәлім болды. Жанар Сырымқызы, Мирас Өмірзақ, 7-7 Ньюс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен алғаш рет ағымдағы жылдың 25 шілдесінде ауыл әкімдерінің сайлауы өткізілген болатын. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау науқанында өңірімізде 38 ауылдық округ бойынша 122 кандидат ұсынылып, оның ішінде 111 үміткер тіркелді. Күні кеше аймақ басшысы су жаңа ауыл әкімдерін қабылдап, елді мекендердің әлеуетін көтеру мақсатында жұмыс жасау керек деп тапсырды. Өткен сайлау нәтижесінде тікелей дауыс беру арқылы 38 ауыл әкімі сайланды. Олардың 63,2% жаңадан тағайындалған, ал 3-еуі нәзік жандылар. Мәселен, Жуалы ауданы Қарасаз ауылдық округіне сайланған Жанар Нұрмұратқызы бұған дейін аталған елді мекендегі әкімдіктің іс жүргізу және есеп бөлімінің басшысы болып жұмыс істеп, меритократия қағидасы арқылы қызметте жоғарылап, ауыл әкімі болып сайланды. Жалпы әкімдердің орташа жасы 43 болса, бұған дейінгі көрсеткіш 54 жас болатын, яғни ауыл әкімдерінің жаңа буыны 11 жасқа шасарып отыр. Ең жас әкім Рысқұлов ауданы Жаңа Тұрмыс ауылына сайланған 28 жастағы Қуандық Ерсайын. Осыған дейін аудан әкімдігінде персоналды басқару бөлімінің басшысы болып қызмет еткен. Барлық партия өкілдеріне өзін-өзі ұсынғандарға тең жағдай жасалды. Әкім лауазымына тағайындалғандардың 31-і Нұр Отан партиясынан, Ауыл, Адал, Ақжол, Қазақстан халықтық партиясы партияларынан бір кандидаттан жеңіске жетті. Өзін-өзі ұсынғандардың ішінен 3 адам енді ауыл әкімі лауазымында жұмыс істейтін болады.
Әрбір тұрғынның арызы, шағымы, сұрағы ескерусіз қалмау керек. Оған жауап берілу керек, түсіндіріп айту керек. Әрине, барлық мәселелерді бір күнде, бір жылда шешіп тастау мүмкін емес. Біріншіден, олар заңға сәйкес келу керек. Екіншіден, қаржыға байланысты. Бірақ соның бәрін халыққа түсіндіріп айту керек. Біз үшін ең негізгі керегі ол сол елді мекендердегі тиіштік. Сол елді мекендердің тұрғындарының арасындағы ауызбіршілік, татулық, достық, егер көп ұлтты елді мекен болатын болса, осының барлығы келіп тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Тұрақтылық болмаса, ешқандай даму болмайды. Дамуды өздеріңіз жақсы білесіздер. Дамудың барлығы ол экономика болсын, саясат болсын, тұрақтылыққа байланысты. Жамбылдықтар президенттің бұл жаңашыл реформасына толықтай қолдау көрсетіп, сайлауға белсенді қатысты. Өңірдегі 89 сайлау учаскесінде 94.642 адам дауыс берді. Ауыл тұрғындары әкімдерді сайлауға белсене қатысты. Жаңадан сайланған 38 ауыл әкімдерімен кездесу өткізген аймақ басшысы оларды жеңісімен құттықтап, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Перизат Қуатқызы, Ахан Әбілқайыр, 7-7 Ньюс. Таразда тұралаған тірлік көп. Қазір тұрғындар мамыр саябағын абаттандыру мәселесін жиі көтеріп жүр. Сондықтан аймақ басшысы көптің тілегі тасада қалмас үшін демалыс орнына арнайы барды. Ондағы жүзеге асып жатқан жобалармен танысқан Бердібек Сапарбаев жауаптыларға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Әуелі өңір басшысы құрылысы жүріп жатқан білім аллеясын көрді. Тараз қаласының әкімі Ержан Жылқыбаевтың айтуынша, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз халықаралық инновациялық институты және білім басқармасының бастамасымен жүзеге асырылған бұл жоба аясында шеткі бөлігінде тротуарлар желісі пайда болады. Сондай-ақ көрермендерге арналған шағын трибунасы бар амфитеатр қойылады деп жоспарлануда. Жұмыс жеделдетілген қарқынмен алға жылжуда. Дизайнерлер эскиздерді тез әзірледі, ал құрылысшылар қажымай талмай жұмыс істеп жатыр. Тамыз айының соңында саябақ тұрғындардың пайдалануына беріледі деп күтілуде. Қазіргі уақытта жұмыс шамамен 30%-ға аяқталған. Шаһар басшысы Бердібек Сапарбаевқа жобаның эскиздерін көрсетіп, қажетті коммуникацияның қалай және қашан жеткізілетінін айтты. Бердібек Сапарбаев бастамашыл топтың жұмысын жоғары бағалады. Құрылысты жүргізіп қана қоймай, алдағы уақытта кешенді жаңа күйінде сақтау маңызды екенін айтты. Ержан Жұматұлы бұл жердің дизайны оқу құралдарымен толығатын жеткізді. Сондай-ақ мұнда журналистер аллеясы бой көтерді. Бердібек Сапарбаев саябақты аралап шығып, қолданыстағы инфрақұрылымды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу керектігін атап өтті. Ол қала әкіміне және Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жарықтандыруды, жолдарды жаңартуды, жасыл желектерді абаттандыруды тапсырды. Содан кейін аймақ басшысы иппотерапия кешенінің құрылысымен танысып, бірқатар тапсырмалар берді. Жанар Сырымқызы, Мирас Өмірзақ, 7-7 Ньюс. Тараз қаласында көптеген құрылыс нысандары салынуда, оның ішінде шекара қызметінің әкімшілік ғимараты, білім ордалары мен саябақтар бар. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бірқатар құрылыс нысандарын аралап, олардың жұмысымен танысты. Биыл Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі департаментінің әкімшілік ғимаратының құрылыс жұмысы басталған болатын. Ондағы құрылыс жұмысының барысымен департамент басшысының орынбасары Әділ Әбесов таныстырды. Құрылыс жұмысына 1,5 миллиард теңге бөлінген. Нысанның құрылыс жұмысын Табыс жоба жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізуде. 4 қабаттан тұратын ғимараттың жалпы ауданы 4467 шақырым метрді құрайды. Мердігер сәуір айында басталған құрылыс жұмысын жыл соңына тапсыруды жоспарлануда. Құрылыс нысанын аралап шыққан облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы осы қарқынмен жұмыс жалғасатын болса, ғимаратты жобаға сәйкес тапсыруға мүмкіндік бар ма деп сұрады мердігер өкілінен. Серіктестік директоры Нұрхан Махатов жобаны желтоқсан айында тапсыратын жеткізді. Мердігер өкілі артылған сенімді ақтауға уәде етті. Бұдан кейін облыс әкімі Таразға тарту жобасы аясында тұңғыш президент саябағында орналасқан жасанды көлшіктің суын тазартып, эскизді жобаға сай ретке келтіру және айналасын абаттандыру жұмысының барысын көрді. Ондағы құрылыс жұмысының барысымен Тараз қаласының әкімі Ержан Жылқыбаев таныстырды. Шаһар басшысы Жасыл Тараз мекемесімен бірлесіп бұлақ көзін зерттеп жатқан жеткізді. Адия групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының кеңесшісі Данияр Жетпісбаевтың айтуынша, суды бұрғылау арқылы 30 метр тереңдіктен шығарыпты. Жасанды көлшіктің табаны мен жағалауына тас төселіп, су жіберілген. Ал жағажайына шым төсемек. Бұл нысанды мердігер 15 тамызда беруді жоспарлауда. Сондай-ақ аймақ басшысы солардағы Шу мен Қордай аудандарының Таразға тарту жобасы аясында абаттандырылып жатқан ашық аспан астындағы
аумағындағы сахнаны көріп, оның жобасына аздаған өзгерістер енгізді. Бұдан кейін құрылысы біраз күннен бері тоқтап тұрған оқушылар сарайына соқты. Бұл нысанда облыс әкімі бір апта бұрында болған. Сол кезде мердігердің құрылысқа қажетті материалы жоқтығынан құрылысы тоқтап тұрғанын көріп, көмек беретінін айтқан еді. Жалпы бұл нысанды аяқтау үшін 200 плита 20 тоннадай арматура қажет екен. Бұл материалдардан енді кедергі болмайды дейді мердігер өкілі. Жалпы құрылыстың сапасын бақылауды тапсырыс беруші мен облыс әкімдігінің білім басқармасына тапсырды. Перизат Қуатқызы, Ханабіл Хайыр, 7-7 Ньюс. Қазақстан президентінің Ақмола облысына жұмыс сапары ресейлік Россельмаш компаниясымен арадағы ынтымақтастық аясында Вектор 410 KZ және Акрос астық жинау комбайндарын құрастыратын Казрос Engineering ЛТД кәсіпорынның жұмысымен танысудан басталды. Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы техникалары мен тракторлар құрастыратын цехты аралап көрді. Компания директоры Қайрат Қалмамбетовтың айтуынша, былтыр 29,5 миллиард теңгеге 504 комбайн шығарылған. Биыл жыл соңына дейін 598 комбайн және ЮТО маркалы 300 дөңгелекті трактордың 4 түрін шығару жоспарланып отыр. Қазіргі таңда кәсіпорында 162 адам еңбек етеді. Мемлекет басшысы компанияның шығарып жатқан өнімі Қазақстанның солтүстік өңіріндегі тың жерлер үшін маңызды екенін атап өтті. Маңғыстау облысына өзге өңірлерден тасымалданып жатқан шөптің бағасы арзандады. Қазір Мұнайлы және Түпқараған ауданында сатылымдағы бір түк шөп шамамен 1000 теңге тұрады. Бұл нарықтағы бағадан 500 теңгеге төмен. 27 шілде күні Ақшұқырға Ақтөбе облысынан 800 түк шөп жеткізілді. Бұған дейін бір данасы 1200-1400 теңгеден сатылып келген еді. Қазір 900 теңге. Үстіндегі шығыны әкімдік жанынан құрылған қор есебінен өтеледі. Түпқарағанға қарайтын ауылда 24 шаруа қожалығы бар. Аймақта қуаңшылық басталғалы бері көрші өңірдің 3000 тонна шөп тасымалданған. Мұнайлы ауданында тасымал шөптің бағасы өткен аптадан бері арзандаған. Мұнда 178 шаруа қожалығы мен 436 үй шаруашылығы 4 түлік басын көбейтіп отыр. Шөпке сұраныс жоғары. Күні кеше Ақтөбе облысынан тағы 2800 түк жеткізілді. 6 құрлықты шалмаған індет күшеюде. Өңірде бір күнде ковид індетін жұқтырғандар саны 200-ге жеткен. Оның 52-сі балалар болса, 78-сі нәзік жандылар. Осыған орай облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек инфекциялық станционарлар, дәріхана мен фармация қоймаларын аралады. Негізгі мақсат дәрі-дәрмек қорының жеткілікті екендігіне көз жеткізу. Облыстағы фармация қоймасындағы дәрі-дәрмек екі түрлі бағытта аптекалар мен ауруханаларға жеткізіледі. Бүгінде қоймада 1,5-2 айға жетер дәрі-дәрмек қоры бар. Облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек Жамбыл облыстық көпбейінді ауруханасының жұмысымен танысты. Одан кейін Әмір және жауапкершілігі шектеулі серіктестік дәріханасының КВИ-ге қарсы дәрі-дәрмек қоры жұмысын бақылады. Қалалық көпбейінді ауруханасы мен СК фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестік Жамбыл облыстық қоймасының жұмысын бақылап, КВИ-ге қарсы дәрі-дәрмек қорының жеткілікті қорын біліп қайтты. Ең бірінші мәселе бізде ол ауруханалардағы ауырып жатқан азаматтарды дәрі-дәрмекпен өз уақытында қамтамасыз ету болса, екінші мәселе ол осы дәріханалардағы, аптекалардағы дәрілердің де уақытылы түсіп тұруын, яғни елдің арасында паника деп айтамыз, сондайға түсіруге мүмкіншілік береді. Жамбыл облыстық көпбейінді ауруханасына 1-2 күнде 23 мың шприц келетін болды. Барлық дәрілер мемлекеттік тапсырыспен алынып, аурухана 2 түрлі пакетпен жұмыс жасауда. Бүгінде ауруханада антибиотиктер мен дәрі-дәрмектің 1 айлық қоры бар. 135 науқас жататын 30 реанимациялық төсек орны жасақталған. Кеше бізге 200-ден астам адам осы ковидтен түсті. Бізге мүмкіншілігінше арамыздағы байланысты үзу керек, той домалақтарды азайту керек. Ол жерде тек мобильді топтардың барлығының күші жетпейді. Бұл жерлерде сіз болып, біз болып, осы әрбір ел болып, өздерінен бастап уақытша тоқтату керек. Әйтпесе былтырғы сценарийында қайталануы әбден мүмкін. Облыс әкімінің орынбасары СК фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестік Жамбыл облыстық қоймасының мәжіліс залында жұмыс сапардың қорытындысы және денсаулық сақтау саласы бойынша кеңес өткізді. Өңірдегі дәрі-дәрмек бағасын тұрақты ұстау басты назарда болатынын айтты. Сондай-ақ емханаларда облыс бойынша мобильдік топтар жұмыс жасауда. Қазіргі таңда қоймада 1,5-2 айға жетерлік дәрі қоры бар. Одан бөлек қыркүйекке қажетті дәрі қорын тамызда қазан айына керекті дәрілерді жасақтап қою жоспарлануда.
Айгүл Пралиева, Нұрсұлтан Орынбасар, Ернар Сатыбалды, 7-7 Ньюс. Олимпиадада Қазақстан құрамасына алғашқы жүлдені сыйлаған дзюдодан спорт шебері Елдос Сметовті әуреталықтар ерекше ықыласпен күтіп алды. 60 келі салмақта сынға түскен жамбылдық Жампос қола жүлде үшін өткен белдесуде нидерландтық спортшыны жеңіп, жеңіске жеткен еді. Тараз Арена спорт кешенінде Елдос Сметовті әсем әуенмен жанкүйерлері мадақтау сөздер жазылған плакаттармен қарсы алды. Облыс әкімнің орынбасары, басқарма басшылары, жаттықтырушылар мен Бейбіт Істібаев спорт саңлағын күтіп алып, ыстық ықыласын білдірді. Бүгінгі Елдостың жеңісі бұл ел үшін осынау олимпиаданы жаңағы жүргізушілер айтып өтті ғой, 20-шы жыл күткен 21-ші жылған олимпиададан ең бірінші біздің осы Елдостың алуы, бұл елдің алуы. Сондықтан да бауырым, осы бүгінгі жеңісің құтты болсын. Ары қарата өсіп, өніп, өзінің артынан мыңдаған, жүз мыңдаған қазақтың балалары ере берсін. Елдос Сметовтың алғашқы бапкері Жұмағұл Ахмет шәкіртінің жеңісіне қуанып, ақжарма тілегін жеткізді. Жамбылдық Жампозды жеңісімен құттықтап, ізгі тілегін білдіргендер қарасы қалың. Өз кезегінде спортшы ел үмітін ақтауға барынша тырысқанын, қола жүлдеге қол жеткізудің қаншалықты қиынға соққанын жеткізді. Өте қуанышты сезімдемін. Бұл менің екінші олимпиада ойындарым. Екінші олимпиада ойындарымда қазақ еліне ең тұңғыш медаль сыйлап отырмыз. Бұл мен үшін үлкен жетістік, үлкен дәреже. Жалпы жарыста ең қиын болған белдесу ол ақтық айқасқа жолдама үшін өздеріңіз көрген, мен есе жіберген белдесуінде 11 минуттай уақытта күрестік. Жарақат та болды. Бұл спорт болғаннан кейін біраз нәрселер болады. Бүгінде төрткүл дүниенің назары Токио төрінде өтіп жатқан осы жылдың басты бәсекесі жазғы олимпиада ойындарында екені айтпаса да белгілі. Әлемнің кіл мықтылары бас қосқан аламанда дзюдошы Елдос Сметов ел қоржынына қола жүлде салып, алты алашты дүр сілкіндірген етін. Спортшының кезекті жүлдесіне қуанған ата-анасы көзіне жас алды. Жұртымыз, халқымыз бәрі қуанып жатыр. Қуанышымызда шек жоқ. Қола болса да бізге алтынмен теңдей. Не айтамыз, өмір жастары ұзақ болсын. Елімізде осындай Елдосқа қызығып, еретін осындай чемпиондар көбейе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еске салсақ, Елдос Сметов Жапония астанасы Токиода болып жатқаны жазғы олимпиада ойындарында әлемнің үздік дзюдошылармен бақ сынасты. 60 келі салмақта белдескен жерлесіміз жартылай финалда әлемнің 3 дүркін чемпионы жапониялық Наохиса Такатамен кездесуде есе жіберіп алған болатын. Ал ширек финалда оңтүстік кореялық Ким Вон Джунмен жекпе-жекке шығып, кездесуді мерзімінен бұрын аяқтаған болатын. Белдесу барысында Елдос Сметов Вазари Иппоны ұпайларын еншілеп басым түскен етін. Айгүл Пралиева, Нұрсұлтан Орынбасар, Мирас Өмірзақ, 7-7 Ньюс. Таразда жол апаттары жиілеп кетті. Бұл жолы бағдаршамның істен шығуы қос көліктің соқтығысуына әкеліп соқты. Түскі уақытта көлік көп қатынайтын Ниетқалиев және Жалайри көшелерінің қиылысында орын алған апатты арна тілшілері өз көзімен көріп қайтты. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары 4 бірдей бағдаршамның істен шыққаннан хабардар. Тіпті бұл жағдайдың орын алғанына бір күн емес, бір аптаға жуық уақыт болған. Салдарынан 2 бірдей темір тұлпар соқтығысты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Мына жерде бүгін 7-ші күн дейді. Мына жерде не светофор істемейді дейді, не знак жоқ. Мына кісілер айтып өз көршілер. Уже мына 7 күн. 7 күнде бұл не қалмайды, істелінбейтін бұл не? Светофор. 7 күн іште, міне 3-ші авария міне. Бұл қалай сонда? Кім жауап береді бұған? Светофор 7 күн істемейді, анау знак жоқ. Міне бүгін Құдай сақтап қалып отыр, міне. Адам өмірі бұл 3-ші авария дейді уже. Шымкентте эпидемиологиялық жағдай әлі ушығып тұр. Шаһарда өткен тәуліктің өзінде 488 науқастан КВИ анықталды. Егер қауіпті індетті жұқтырғандар саны арта берсе, қалада блок бекеттер қойылуы әбден мүмкін. Осылай деген Шымкенттің бас дәрігері тұрғындарды коронавирусқа қарсы вакцина салдырып, карантиндік шектеулерді сақтауға шақырды.
Шымкентте блокпосттар қойылуы мүмкін. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазилов әлеуметтік желідегі тікелей эфир кезінде осылай деп мәлімдеді. Сөзінше, 3-ші мегаполистегі эпидахуал күннен күнге ушығып барады. Осыдан бір ай алдын жедел жәрдем қызметі күніне 1001 шақырту түскен болса, қазірде оның саны 2500-ге жетіп отыр. Қауіпті індетті жұқтырғандар арасында жүкті әйелдер саны азаймай тұр. Бүгінгі таңда шаһарда сәби күтіп жүрген 121 ана тәжі вируспен күресуде. Оның екеуінің жағдайы ауыр. Сондықтан дәрігерлер отбасы мүшелерінің амандығы үшін санитарлық талаптарды сақтауға шақырады. Егер сіздің туысыңыз, таныстарыңыз коронавирус індетін жұқтырып, ПЦР тест оң мәнді болатын болса, онымен қатынаста болған барлық адамдардың барлығы үй жағдайында 14 күн отыру қажет. Алайда осы тығыз қарым-қатынаста болған адамдардың өзі үй жағдайында 14 күн отырмай, көше аралап, базар аралап, басқа да тәртіпті бұзып жатқан жағдайлар тіркеліп жатыр. Мінекей осындай эпидемиологиялық талаптарды бұзған, өзінің және өзгенің денсаулығына немқұрайлы азаматтарды біз полиция қызметкерлеріне беріп айыппұлдар салып жатырмыз. Шымкентте жыл басынан бері 248 адам коронавирус індетінен көз жұмды. Айта кетерлігі, мұның барлығы да екпе салдырмаған екен. Дегенмен халық арасында әлі де вакцинаға қатысты түрлі қауесеттер тарап жатыр. Шаһардың бас дәрігері екпе қауіпті індеттен құтылудың жалғыз емекендігін тағы да еске салып, сондай-ақ вакцинаның 2 компонентін алған азамат қана вакциналанған болып есептелінетінін атап өтті. Сіздер егер бірінші компонент алсаңыздар, міндетті түрде екінші компонентін де алу қажет. Сол кезде ғана сіздер вакцинацияланған болып есептелесіздер. Көп жағдайда қазір қаланың тұрғындары бірінші компонентті алдым, сол жеткілікті деп ойлап жүр. Ол әрине дұрыс емес. Міндетті түрде бірінші компонентін алу қажет, одан кейін белгілі уақыттан кейін екінші компонентін алу қажет. Вакцина ешқандай чип емес. Вакцина ол вакцина. Коронавирусқа қатысты вакцина індеттен 97% қорғайды, ал қалған 3% сақтану үшін медициналық бетперде қолдану керек дейді дәрігерлер. Сондықтан екпенің 2 компонентін қабылдаған адамның да маскасы жүруіне болмайды. Айта кетейік, Шымкентте соңғы тәулікке 448 адамнан КВИ анықталды. Қазіргі таңда стационарлардағы төсек орын толымдығы 60%-ды құрайды. Жанар Сырымқызы, Мирас Өмірзақ, 7-7 Ньюс. Қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин Токио Олимпиадасында қола алған Зүлфия Чиншанлоға қысым жасалғанын айтады. Оның Инстаграм парақшасына жүктеген видеосына сүйенсек, қызлар алқасы әділ болмаған. Зүлфияның көтерген салмағын санамады. Оған қысым жасап жатыр. Мүмкін оның спортқа оралғанын қаламайтындар бар шығар. Бұл жеркенішті. 23 келі көтергенін есептемет, басында санап, кейіннен шешімдерінен айнып қалды. Екінші рет күші жетпеген шығар, алайда үшінші рет көтеруін ескермей қойды деді Илья Ильин. Еске сала кетейік, Зүлфия Чиншанло кеше 23 келімен қола жүлдеге ие болды. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Ертеңге дейін амандықта жүздескенше.